Қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздермен тауық етін духовкада пісіретін боламыз. Және де дәмді пюрені қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға тауықтың сан еттерін саламыз. Мен тек қана сан еттерін ғана пісірдім. Енді маринадтауға көшеміз. Майонез және кетчупты құямыз. Дәміне қарай бұрыш және тұз саламыз. Және приправамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді табамызды алып, кішкене сұйық май құямыз, сонда тамағымыз құрғақ болмай, сочный болып шығады. Енді жаңағы маринадтаған тауықтың сандарын салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Мен кішкене су қосып жібердім, сонда тамақтарыңыз сочный болып шығады. Құймасаңыздар да болады. Енді осыны духовкаға салып, 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Енді пюремізді жасауға кірісеміз. Тазаланған картопымызды алып, майдалау етіп тураймыз. Барлығын бір ыдысқа салып, дәміне қарай тұз саламыз. Және суымызды құйып, картошкамыз бататындай болу керек. Отқа қойып, піскенше қайнатып пісіреміз. Енді піскен картопымызды алып, жақсылап езіп аламыз. Ыстықта езсеңіздер, жақсылы түйін қалмай, жақсы езіледі. Енді кішкене сары май саламыз және сүтімізді құямыз. Енді осы массамызды миксерлейміз жақсылап. Сонда бізде түйіршіксіз әдемі пюре дайын болады. Міне бізде тауықтың сандары осылай пісіп шықты. Басқа ыдысқа барлығын алып аламыз. Осы астында қалған майларын қазір пюреге салатын боламыз. Мінекей пюремізге құйып, жақсылап араластырып миксерлеп аламыз. Сонда біздің пюреміз өте дәмді шығады. Енді тәрелкемізге әдемілеп тауықтың сандарын және пюрені салып аламыз. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Өте дәмді шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Дайындалуы да тез, әрі көп уақытыңызды алмайды. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.